Жыл басынан бері облыс бойынша 623 өрт оқиғасы тіркелген. Салдарынан 14 адам қаза тапты, оның 2-і балалар, ал 29 адам түрлі дәрежедегі жарақат алды. Қызыл жалынның салдары 107 миллион теңгеге шығын әкеліп отыр. Мамандардың айтуынша орын алатын өрттің 25-35% көбіне тұрғын үйлерде пешті дұрыс орнатпаудан және қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан туындайды. Ущерб, от которых Тұрғындар қысқа дайындық кезінде жылыту пештерін жөндеп, түтін шығаратын орындарды күлден тазалап, тұрғын үйде және құрылыстарда электр желілерін жөндеуге, сынған және жөндеуге келмейтін электрден ажыратқышты, розетканы, патрондарды ауыстырғандары дұрыс. Қыс мезгілі басталысымен су қоймаларындағы мұз қабатының қатар қатпасына қарамастан балалар ойнауға, балықшылар балығын аулауға шығып жатады. Оның салдары кейде қайғылы жағдайларға әкеп соғады. Жалпы облыс бойынша 2000-ге тарта көл және су қоймалары бар. Олардың 231-і шаруашылық мақсатта пайдаланылады. Қайғылы жағдайды алдын алу мақсатында төтеншеліктер үнемі ескерту жұмыстарын жүргізіп, үгіт-насихат парақшаларын таратады. Мамандардың айтуынша, көбіне осындай жағдайлар адамдардың байқаусыздығынан туындайды. В этом году уже погибло у нас 36. Жыл басынан бері облысымыздағы су қоймаларында 36 адам құрбан болды. Оның 5-і балалар, ал құтқарылғандардың саны 67 адам. Оның 12-сі балалар. Мұндай жағдайлар көбіне суға арнайы орындарда түспеу, ата-аналардың балаларын қараусыз қалдыруымен, мас күйінде суға түсу салдарынан, мұз дұрыс қатпай, мұз үстіне шығу салдарынан туындайды. Төтеншеліктердің айтуы бойынша көбінесе сөндірілмеген электр құралдары, қолдан жасалған жылыту құралдарын қолдану, мас күйінде төсекте темекі шегу, баланың отпен ойнауы бақытсыз жағдайларға себепші болып отыр. Сонымен қатар мамандар мұз үстіне арнайы бекітілген орындарда ғана шығу керектігін ескертеді.